Саламатсыздар ма, құрметті көпшілік. Сіздермен бүгін тағы жүздесіп отырмын. Ақтара берсек, асыл қазынамыз, кеңіміз, кітап деген байлығымызда небір жақсы өсиет, мысал, шешендік сөздер көп екен. Енді бір кітапта ол Нысанбек Төреқұлұлы деген жазушының 100 жасаған бәйтерек деген бүкіл елге әйгілі 100 жасаған Жамбыл атамыздың өмірі жайлы жазылған кітабынан небір қызық оқиғаларды оқыдым. Егер ол кісінің атамыздың, былайша айтса уже баба да болады, бабамыздың балалық шағы өзінше бір күндік әңгіме. Менің айтайын дегенім, менің пірім Сүйінбай деген бөлімі. Содан үзінді келтіргім келіп отыр. Өте қызық, тыңдасаңыздар, қабыл алыңыздар. Жамбыл Жабаев бала күнінде молдаға оқытқан екен әкесі. Бірер жыл молданың қасында жүреді да, оқығысы келмей қайта-қайта қашып кете беретін болады. Ол маған ешқандай пайдасы жоқ. Сіздер бала оқытқан үшін сіздерден аған ақысына ғана бола жүр дейді да, жарамазан айтып, ауыл-ауылды аралап өз сияқты құрдастарымен қашып кете береді екен. Ақыры сөйтіп қаша бересің деп әкесі, сен маған оданша қолғанат бол, қолғабыс ет, мал бақ деп мал баққызып қояды. Сол мал бағып жүріп, қасында бір-екі өзімен қатар құрдастар болады. Және Шоман деген жасы үлкен қойшы болады. Сол қойшыдан Тезек төре мен Сүйінбайдың айтысы жайлы естіп, өте қуанып, соны жаттап алғысы келеді. Сол айтысты сіздерге ұсынайын. Кітаптан үзінді. Шоманның бәрінен жасы үлкен, жалайыр жұртынан, ел аңыздарын, батыр жырларын, қиссаларды қиыстырып айта беретін аңқылдаған адал ақ көңіл жігіт екен. Көтермелегенді жек көрмейді. Сендерге, дейді Шоман бір күні, селдір мұртын бір сипап қойып, бұрын айтылмаған бір қызық айтып берейін ба, дейді. Айтыңыз, айтыңыз, дейді қойшылар жан жақтан. Ал тыңдаңдар деп Шоман жанында жатқан ақ таяғын домбыра ағып, көлденең ұстап алады да, әуелмен мынандай әлқисса айтайын, дейді. Алтын емел деген жерде Тезек төре дегеннің болғанын естулерің бар шығар. Ол жігіттерін барымтаға жұмсайды екен әрдайым. Ұрлық қой енді ол. Алыс жақын жердегі елдің жылқысын, малын ұрлап әкелетін адамдарды барымташылар, дейді. Бір күні ұрлыққа аттандырған Тезек төренің жыл келдімен Бапау деген екі ұрысы таяқ жеп қайтады. Оған ыза болған Тезек екеуіне былай деп ұрсып жатса керек. Арғатам әділ төре Тезек атым, асып тұр ұлы жүзден салтанатым, біріңнің басың жарық, қолың сынық, ұялмай не деп келдің екі қатын. Бір талай албан сулат ел емес пе, ол дағы шалқып жатқан көл емес пе, қолыңда жетелеген бір тайың жоқ, мұнан да өлгендерің жөн емес пе. Мен іздеп екеуіңді бармас бедім, басыңа заман ақыр салмас бедім, қолыңа аждаханың түссең дағы айыпсыз ажыратып алмас бедім. Әлқисса төре осылай долданыпты, жыл келді мен Бапау мөнтеңде оған жалбарынып, тақсырау, қайтеміз, оған мұрша келді ме депті. Тарт тіліңді өңкей қоян жүрек. Тезек осылай деп екі ұрысына кейіп жатқанда, үстіне Сүйінбай ақын кіріп келеді. Ассалаумағалейкум, Алдияр хан деп кіріп барыпты. Сонда құс жастыққа шынтақтап жатқан Тезек төре басын жұлып алыпты да, мен едім Абылайдың хан тезегі, жылқының ұстатпайтын сүргөжегі, ордаға құл мен құтан басып кірген Алланың бұда болса бір кезегі. Кімдегім рұқсатсыз басып кірсе, ат шапан айып болсын деген еді. Жыл келді, бұған сен салмаймысың? Бапау, сен ат шапанын алмаймысың? Артыңа таңып тастап екі қолын алып барып зынданға салмаймысың деп ашуланады.
Жылкелді бапа оған ұмтыла бергенде Сүйінбай қолындағы домбырасын қағып жіберіп өлеңдеп қоя беріпті. Келіп едім Хантезек көрейін деп, сәлемін пайғамбардың берейін деп, аттандырған екінің қолға түсіп, құса болып отырмысың өлейін деп. Хантезек қарамысың, төремісің, жемесең ұрлық етін өлемісің, жетім мен жесірлердің ақысын жеп, барғанда ақыретке беремісің. Айтып отқан қойшы Шоман ашуын басып, сабасына түскендей сыңай білдіріп, басында күнге күйіп кеткен Насыбай көк тақиясын алып тізесіне қойып, басын сипайды. Аузына қарап, анталап отырған қойшыларды көзімен бір шолып алады да, Тезек төренің айтқан сөзін ары қарай жалғастырады. Ағадан емес еді жолым өзге, болмады тоқтамасқа мына сөзге. Үні өткір, өзі де бір заржақ екен, жасырмай барлық шынды айтты көзге. Сүйінбай тегін емес қызыр көрген, қол жайып жаман болмас бата берген. Жыл келді бір қой әкеп бата сұра, құтпанын апқалалық осыменен дейді. Жыл келді орнынан ұшып тұрып, даладан бір қой әкеп әумин деп бата сұрапты. Сонда Сүйінбай әлгі қойға ары бері қарапты да мынаны айтыпты. Мынауың құнан қойма, дөнен қойма, мойнында мылтығы бар мерген қойма, артына жалтақ-жалтақ қарайды екен, бір қорлық қасекеңнен көрген қойма дейді. Қойшылар қарқылдасып күліп алады, жамбыл да мәз боп қалады. Ол Шоман қудың бүгінгі өнеріне ерекше сүйсініп отырады. Шоман ары қарай тағы сөйлейді. Ол енді Тезек төренің бір ары қарай кезекті сөзін айтады. Жақсы ақын үйге келсе қыдырырыз, айтқаны Сүйінбайдың бәрі дұрыс. Көргенде неде болса бетке айтатын адамнан сирек туар мұндай туыс. Сүйінбай, маған сенің өзің керек, баршадан ақын болып тудың ерек. Жарамды мінетін бір ат берейін, соны мініп еліңе қайтер терек дейді. Тезек төре бір жігітін жіберіп, бір кәрі сары ат алдырады. Сүйінбай атқа қарап тұрыпты да, тақсырау бұл бергенің сары ат пе еді, аузында бір тісі жоқ кәрі ат пе еді, кірпігіне қарасам қурап қапты, тұсында Абылайдың бар ат пе еді дейді. Қойшылар бұған ду күліседі отырып, айт төрені құртты, аузына құм құйды-ау, енді не дер екен? Сонда Тезек мынаны айтты деп сөзін қойшы Шоман жалғастырады. Жамандап келдің дағы даттап болдың, жақсылығын кейінге сақтап қойдың. Қатыным-ау, мынау менің алдыңда отыр, азғана қыздарымды мақтап қойғын дейді. Төренің бұл өтінішіне Сүйінбай былай деп жауап беріпті. Тақсыр-ау, сіздің қызда жаман бар ма? Жаманды жаман дейтін заман бар ма? Бағасы 5 тиындық біреуі жоқ, болған соң ханның қызы амыл бар ма? Хантезек, кейік сары ханымыңыз, Сүйінбай екенімді таныдыңыз, долданып тап бермеген қылышыңа жасырмай айтып берсең, анығын біз дейді. Шоман қыза келе ұмытты білем, ары қарай аяғын қара сөзге айналдырып айтады ғой жалғастырып. Қатыныңның аты Дәнекер, біздің ауылдағы көрші Жарылқамыстың қызы еді. Кішкентайынан білуші едім, оның несін мақтайын, бақабас, кейік танау, қара қатын ғой дейді. Мен оны тегін берсе де алмас едім дейді. Шоман сәл кідіріп демін алып, шолақ жеңімен маңдай терін сүртіп тыныстап отырады. Қойшылар жамырасып, сонымен Тезек төре жеңілді ғой, жеңілмегенде несі қалды? Қызында қатында оңдырмады емес пе дейді. Тұра тұрыңдар, айтыстың аяғы былай екен ғой, енді есіме түсті деп жалғастырады. Сөзден ұтылған Тезек оған мойынсынып, Сүйінбайды өзіне сарай ақыны етіп алғысы келеді. Қарасам басың менен аяғыңа жерің жоқ, түте жылынбаған, жаңадан киім кешек бергізейін, жүргейсің келіп кетіп ұрынмаған дейді. Бұл сөз Сүйінбайдың намысын келтірді білем. Ол Тезекке қарап мынаны айтыпты дейді. Хан Тезек, байлығыңа бас ұрмаймын, мен бірақ көргенімді жасырмаймын, шын дертім ұстап кетсе айнымалы, басымнан ұшқан құсты асырмаймын дейді. Осылайша Шоман қойшы
Сүйінбай мен Тезек төренің айтысын аяқтайды. Жанындағы жас қойшылар жадырап, мәз-майрам болып, әсіресе Жамбылдың әсерінде шек жоқ. Шоманның жанынан қалар емес, ағатай үйреніп алайыншы, тағы бір айтып берші деп әбден жалынады. Тағы айтып берсем не бересің дейді. Қой бастап жүрген серкесін әкеп беруші ме еді дейді қасындағы қойшылар. Сен бір маған серкені берсейші дейді Шоман. Ей, Жамбыл оған тағы жалынады. Тәйт ағамнан тағы бір тоқталып берейін, айтып берші деп. Сонда Шоман, ойнап айтамын, қойыңның керегі жоқ. Шынымен үйренемін десең, түнде менімен бірге қой күзетуге кел дейді. Сөйтіп, осы Сүйінбай сынды батыл сөйлейтін Ділмар ақынның осынау айтысын Жамбыл әуел баста сол Шоман қойшыдан үйреніпті. Одан бұрын Қанадан деген нағашысынан үйренген екен, кейін өз әкесінен де естіген екен. Сүйінбай болмағанда құр қол қайтатын екенбіз. Біз оның ақ ордасына ене бергенімізде Тезек төрі бәрімізді тоқтатып қояды. Бір жолы жаңағы Тәйті деген ағасының үйінде отырғанда болған әңгіме ғой бұл. Сүйінбай табалдырықтан аттамай тұрып, шапырашының қандай батыры бар соны айтшы деп шарт қояды. Шамасы Сүйінбайдың ақындығын байқағысы келген білем. Сонда Сүйінбай айт десең тақсыр айтайын деп сұраншы батырды табан астында жырлап шыққаны бар емес пе? Тезек төре Сүйінбайдың айтқыштығына риза болып, барған шаруамызды тындырып, қонақ қылып жібереді. Содан бұлай Сүйінбай жайлы көп аңыздар, әңгімелер, осындай айтыстарды көңіліне тоқып жүріп, бала Жамбыл сол Сүйінбаймен кездесуді армандап жүреді, күтіп жүреді. Сүйінбайдан бата алсам бекен, ол үшін үйге шақырып, өлеңімді тыңдатуым керек шығар. Мұнымды әкем қош көрсе дұрыс-ау, апам айтсам бекен деп армандайды. Сөйтіп Жамбыл Алатау атырабына атағы әйгілі Сүйінбай ақынға жолығып, одан бата алуды армандайды. Ол нағашысы Қанадан берген қара қобызды ұстап, кішігірім жиын тойында өлең айтып жүреді. Бір күні кешқұрым жайлаудағы Сүйінбайдың үйінің тұсына барады. Ей, өлеңім келді жол шегіп, осынау елге алыстан, түн болды үйге ен дейтін табылмай тұр танысжан деп өлеңдетеді. Термелей жөнеледі. Өзінің жаңа талап жыршы екенін, ел кезіп жарапазан айтып жүргенін өлеңдетеді. Енді бірде ол күннің көзін жасырар аспандағы бұл торласа, елдің бағы ашылар әділеттік орнаса, самғай жүйрік жүргірер аяқтан біреу шалмаса деп Сүйінбайдың өз сөзін айтады. Кеше ғана ел арасындағы дау-дамайдан шаршап отырған Сүйінбай өлеңдетіп тұрған бұл кім екен деп ойлайды. Ақын болсаң үйге кір, жасқанба дейді. Жамбыл табалдырықтан аттай беріп, жыр тарланына сәлем береді. Қолына қобызы, бұтында тері шалбары бар мұндай жалаң аяқ ақынды Сүйінбай ешбір ауылдан кездестірмеген екен. Ол жөн сұрайды. Қайтуған баласың? Шапырашты Жабайдың баласымын. Атың кім? Жамбыл. Шапырашта бір жыршы бала бар деуші еді. Сен екесің ғой. Жақынырақ отыр дейді. Ұстаз бен шәкірт ең алғаш рет осылай кездесіп танысады да сөз кезегін жырға береді. Жамбыл өзі аңсап келген ұстаз алдында әуелі жасқана емене отырып, қыза келе бар өнерін төгеді. Ол бірде нағашысынан үйренген желмая күйін аңыратса, енді бірде ауыл арасында өз айтып жүрген уытты өлеңдерін термелейді. Бала шәкірттің аяқ алысына Сүйінбай да, оның зайыбы еңілік те дән риза болады. Отағасы-ау, жас ақынға мына сый лайық болар деп еңілік оның алдына жібек шапан қояды. Маған сіздің батаңыз да жетеді деп шапанды Жамбыл қайтарып береді. Қарт жырау шәкірт балаға ақылын айтады, былай деп. Осы шабысыңнан тайма,
өлең жырды дауылдата бер. Бірақ байқа балам, ақындық жолы қиын жол. Оның ыстық суығына төзген, өнерді жан тәнімен сүйген, халық намысын жыртқан азамат қана ақын бола алады. Домбыра садақ, өлең сол садақтың оғы, оны шебер пайдалана біл. Ең бастысы шыншыл, әділ бол, халықтың ойындағысын таба сөйле, дұшпаныңа батыл, досыңа асыл бол, дейді де, ұстаз сәл ойланып іштей толғанады. Сірә көмейінде бір жыр шумақтары келген тәрізді, жанында тұрған сүйеулі тұрған домбырасын алып шертеді. О жамбыл, бата дедің, бердім саған, бақытты өмірлі бол, жүргін аман, батасын ат орнына берді ғой деп, қоймағын былай шығып кінәмаған. Соңынан Сүйінбайдың орнын басып, тіліңнің балын тамсың сорғалаған. Жапаға риза болсын айта барғын, осымен өкпелемей жүрсін маған дейді. Әуминдесіп отырған үшеуі қолын жайып, бата қылып әуминдеседі. Міне содан былай қарай жамбыл, менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлеймін сыйынбай деп, өлең жырды қардай боратады. Шоман қойшыдан 15 жасында үйреніп алған Сүйінбайдың тезек төремен айтысын 95 жасына дейін айтып жүреді. Баталған кезден былай қарай онымен жиі кездесіп, ұстазынан Өтеген, Сұраншы, Жабай Батыр дастандарын және оның қырғыз ыршысы Қатағанмен айтысын үйреніп алады. Міне осыдан бастап жамбылдың бағы жанып, бала жырау атанады. Енді ол өз қатарлы ақындармен батыл сайысқа түсе беретін жақсы ақын болып қалыптасады. Бұл осы 100 жасаған бәйтерек деген Нысанбек Төреқұловтың алғашқы бөлімінен үзінді сіздерге келтірілген. Тыңдайтын, көңілге қонатын адам болса, өте жақсы әңгіме деп ойлаймын. Қабыл алыңыздар. Каналға жазылып, ой пікірлеріңізді білдіре жүріңіздер. Сау саламатта болыңыздар.